Жақсы балалар, енді келесі үшінші дененің графигін көрейік. Үшінші дененің графигі. Ол міне тұр балалар. Былай көрсетейін бе? Мен соннан бастай жүріп береді, дейін тоты қалды. Міне, нөлден бастаған оң бағыттағы, ал нөлден төмен қарай теріс бағыттағыдар. Координатасын айтып отырмын. Енді қарайық балалар. Так, басталды дене. Мында кеп тоқтады. Так, сонда бізде 5-тің жартысы неге тең болады балалар? 2,5-ке, Жақсы, енді бірге айтып отырыңдар. Жазайық міне. Бастапқы орын x0 минус 10. Соңғы орны 5-тің жартысында тұр. 2,5 деп жазып қояйық, метр. Т0 әрине. Соңғы тымыз 25 міне. Так, x тең болады. x0 қосылған жылдамдық көбейтілген т. Жылдамдық тең болады. Бірден жазсақ, бағанды 2 есеп шығарды, сонда да x минус x0 дененің бастапқы орны, дененің соңғы уақыты, жұмсалған бастапқы уақыт. Енді жылдамдықты анықтаймыз. V тең болады. Так, 2,5 минус тағы да минус 10. Жақшамен жасайын. 25 минус 0. Так, сонда неше болады балалар? 0,5 метр бөлінген секунд болады дейді. Яғни бұл кеммел емес, бір қалып кеммел қозғалыс емес, бұл үдемелі, яғни минус болмау керек. Теңдеуді әрине минус шыққан жоқ жылдамдығы, Енді орнына қоя саламыз. X тең болады. Бастапқы орны бізде минус 10 болды міне. Минус 10 қосылған 0,5 т. Минус 10 қосылған 0,5 т деген ол біздің үшінші дененің графигі болды балалар. График бойынша теңдеуі болды. Енді балалар тағы да мына есептің бір шарты болған және мына екінші және үшінші дененің кезігетін жері мен уақытын анықтаңыз дейді. Кезігетін жері мен уақытын анықтау үшін x тең. Онда бұлай жазамыз балалар. Яғни бізде x2 қанша болады? x2 5 минус т болған, Жаңағы үшінші дененің графигі минус 10 қосылған 0,5 т болды. Енді кезігетін жері мен уақытын табу үшін балалар x екінші дененің теңдеуі мен үшінші дененің теңдеуін қайтеміз, теңестіреміз. 5 минус т тең минус 10 қосылған 0,5 көбейген т болды. Міне. Енді не істейміз? Бізге тын анықтау керек. Мына екеуін бір жағына қарай жібереміз, Так, сонда неше болады? Айтайық. 15, тең 10 секунд шықты міне уақыт. 10 секундта кезігу керек. Енді ол қай жерде кезігеді деген уақыт. Кезігетін орны десе. Кезігетін біреуін орнына қоя саламыз, балалар.
x2 тең болады 5 минус 10 тең болады минус 5 метр. Мына x 3-ке де қоя салуға да болады, балалар. Минус 10 қосылған 0,5 көбейген 10. x 3 тең болады 5 минус 5 шығады екен, міне балалар. Яғни осы жаңа график бойынша дененің 10 секундта кезігеді. Кезігетін орнына қанша десе, минус 5 метр дейміз. Міне балалар, бұл біздің жаңағы график арқылы қозғалыс заңының теңдеуін қолданып кезігетін жері мен уақытын